Қысқа киноны ұнататындарға сәлем. Сіздермен қызық кино арнасы. Бүгін поклонник фильміне шолу жасаймыз. Арнамызға лайк басып, жазылуды ұмытпаймыз. Танысып қойыңыздар. Фильмдегі басты кейіпкер Клэйр Питерсон. Ол Монро Хей мектебінде мұғалім болып жұмыс істейді, және Кейвен есімді жеткіншек баласымен бірге тұрады. Клэйр 9 ай бұрын жары Гарретпен қош айтысқан. Ол хатшы қызбен көңіл жарастырып, көптен бері әйелінің көзіне шөп салып келген. Дегенмен бұл жұп ресми түрде әлі ажыраспаған. Гаррет ұлы мен әйелінің халін біліп, үйіне келіп тұрады. Оған қоса Клэйр кешіріп қалар деген дәмесі де зор. Бір күні Клэйр ұлымен бірге дәрігерге бармақ болады. Сол сәтте гараждың қақпасы ашылмай қатып қалады. Қолмен көтерейін десе күші жетпейді. Осы сәтте аяқ астынан бейтаныс жас жігіт келіп, оған көмектеседі. Бұл жігіттің есімі Ной, ол көрші атаның жетім қалған туысы болып шығады, және жақында ғана операция жасатқан атасына жәрдемші болып қасына келген. Ной гараждың есігін қарап шығып, бар кілтипан есіктің ілгішінде екенін анықтайды. Содан соң ол Кейвен екеуі қақпаны жөндеуге қажетті құралдар әкелу үшін дүкенге аттанады. Жол жөнекей әңгіме барысында Ной өзінің 20 жаста екенін айтады. Өмірінде болған қиындықтарға байланысты мектепті тастап кеткен. Сондықтан ол енді колледжге емес, Монро Хей мектебіне барып, білімін жалғастырма. Бұған таң қалған Кейвен сол мектепте оқитынын, ал анасы сол жерде әдебиеттен сабақ беретінін айтады. Бұны естіген Ной мырс етіп күліп, оның анасы мұғалім емес, жоғары жақта жұмыс істейтін адам сияқты дейді. Ной уақыт өте келе Питерсондар отбасымен жақындасып кетеді. Ол Кейвеннің ең жақын досына айналады. Бір күні Кейвен әкесімен бірге балыққа қыдырып кетеді. Ал Клэйр үйде өзі жалғыз қалады. Ұйықтар алдында терезеден көршінің үйіне көз салған әйел Нойдың тыржалаңаш тәнін көріп қалады. Әйел одан сайын қызықтап, айнаға қарап денесімен сүйсініп тұрған жігітті сыртынан сығалап тұрады. Бір кезде Ной ту сыртынан қарап тұрған досының анасын байқап қалады. Келесі күні Клэйр құрбысы Викимен бірге жігіттермен кездесуге барады. Анығында Викидің жігіті досымен Клэйрді таныстырмақ болады. Бірақ Клэйрмен жаңа танысқан жігіттің сөзі жараспай қалады да, Клэйр жынданып ол жерден кетіп қалады. Үйге келген Клэйр шараптан ұрттап, телевизор көріп, демалып отырады. Бір кезде оған көрші Ной телефон соғып, тауық етін пісіруге көмектесуін сұрайды. Әрине, Клэйр оған келіседі. Кешкі ас ішіп отырғанда Клэйр оған бүгінгі кездесуі өте сәтсіз болғанын баяндап береді. Бұдан кейін Ной оған түрлі комплимент айтып, құлақтан тебе бастайды. Қандай әдемі екенін, өте сексуальный екенін айтудан жалықпайды. Ной онымен жатқысы келетінін бірден білдіреді. Бірақ Клэйр бұның бәрі дұрыс еместігін айтып, тартыншақтай бастайды. Осы кезде Ной оған терезеден сығалағанын есіне салады. Осылайша оны жамбасқа алып ұрады. Бұдан ары әйел жап-жас сымбатты жігіттің алдында көп майыспай, бірден ләззат құшағына еніп кетеді. Көптен бері бұлайша ахулеп-ухулеп көрмеген ол талықсып ұйықтап кетеді. Таңертең оянған әйел түнде не бүлдіргенін түсініп, өкінетінін айтып, жылдам үйіне кеткісі келеді. Бұл кезде Ной оны тыныштандырып, бұнда тұрған еш қорқыныш жоқ деп оны сендіруге тырысады. Бірақ Клэйр шарап ішкендіктен өзін ұстай алмай, осындайға барып қойғанын, бұның дұрыс болмағанын айтады. Оған жынданған Ной қабырғаны жұдырығымен ұрады. Одан кейін әйелге кетуін өтінеді. Келесі күні Гаррет ұлы Кейвенді үйіне алып келеді және түскі асқа қалады. Осы кезде көрші Нойда келеді. Ол Клэйрдан демалыс күндері не болғанын айттың ба деп сұрайды. Сасып қалған әйел демалыста қатты дауыл болғанын айтады. Бұл кезде Гаррет өзенде ешқандай бұлтты болмағанын жеткізеді. Бұл сәтте Ной қалжыңдап, біз мұнда аздап су болып қалдық дейді. Осыдан кейін әйел көрші жігіттің ертерек үйіне қайтуын меңзейді. Өйткені ертең сабақ басталатын күн, олын ертерек дайындау керек. Бұл кезде досы Кейвен досына тым болмасы печенеден дәм татуын өтінеді. Клэйр күйеуімен оңаша шыққанда онымен ажырасу жағын сөз етеді. Бірақ Гаррет болған жайтқа өкінетінін айтып, некелерін бұзбауға шақырады. Жаңа сабақ жылы Нойдың мектепке тапсыруымен басталады. Ол Клэйрдің әдебиет сыныбына тапсырған екен. Клэйр оның әдебиеттен хабары жоқ бола тұра өз сыныбына қалай түскенін түсінбейді. Осы кезде мектеп директоры оған Нойды өзінің өтініші бойынша сыныбына түсіруді сұраған жазбасын көрсетеді. Оны көрген әйел амалсыздан иә деп келіскен кейіп танытады.
Клэйр үйіне келген соң ұлына көрші Ноймен жақын дос болмауын, одан аулақ жүруін және үйге ертіп әкеле бермеуін өтінеді. Бұл кезде бірінші қабатта тұрған Ной олардың сөзін естіп тұрады. Кейін Ной мен Кейвен тапаншамен оқ атуға барады. Бұл кезде Ной Кейвенді өз әкесіне қарсы қайрай бастайды. Ол отбасын тастап кеткен және бәрі бірге бас қосып бірге жүруі оның барлығын кешіре салатын жайт емес дегенді айтады. Оның үстіне орта жастан асқан адамға қамқорлық көрсететін жандар керек деп одан әрі төпелей түседі. Кейвен ештеңе демейді, бірақ ойланып қалады. Кешкі ас үстінде Клэйр ұлының компьютер сыныбына бара бастағанын және түрлі программалар жазуды бастағанын айтады. Оған қуанған Гаррет ұлымен біріккен жоба жасауды ұсынады. Өйткені программа жазу оның жұмысы еді. Бірақ Кейвен ол жаққа енді бармайтынын, компьютер сыныбы іш пыстыратынын айтады. Ол енді бокспен шұғылданбақ. Гаррет қатты таң қалады, өйткені оның ұлы ешқашан боксты ұнатпаған. Осы кезде жынданған Кейвен отбасын тастап кетуге болмайтынын айтып, 9 айдан кейін түк болмағандай қайта оралуға қалай дәті барғанын бетіне басады. Одан кейін орнынан тұрып, бөлмесіне кетіп қалады. Келесі күні жаттығу залында Ной Кейвеннен кешегі әкесімен бірге болған кешкі ас қалай өткенін қызықтай сұрайды. Кейвен оған бәрін айтып береді және әкесіне айтқан сөздерге бола қатты ұялатынын жеткізеді. Бірақ Ной оны қолдап, нағыз ерлерше жасадың дегенді айтады. Енді оның анасы да көзін ашып, Гарреттің кім екенін білуі қажет дейді. Бұның бәріне ашуланған Кейвен грушаны ұрғылай түседі. Бір кезде ол естен танып, жерге құлайды. Бұл кезде Ной оның ауруы барын еске алып, шкафындағы дәрісін әкеп, өлейін деп жатқанда құтқарып қалады. Кешкісін Клэйр жұбайы Гарретпен бірге кешкі ас ішіп келіп, екеуі сүйіседі. Бірақ Клэйр оны тоқтатып, әлі де уақыт қажет екенін айтады. Одан кейін бәрін қайтадан басынан бастауға болады. Клэйрдің үйінің жанынан Гарреттің машинасын көріп қалған Ной ашуға беріледі. Ол күні бойы Клэйрмен аймаласып, рахат құшағынан енген сәттерін еске алады. Таңертең Гаррет жұмысқа кеткенде Ной келіп Клэйрді жалапсың деп бетіне басады. Бұдан кейін теріс айналып машинасына отырады. Осы кезде Кейвен де шығады. Анасы оған Ноймен сөйлесуін доғаруды сұрайды. Онымен келіспеген ұлы, қырсығып Нойдың көлігіне отырып, мектепке екеуі бірге кетеді. Мектепте жергілікті атамандар Кейвенге қоқиланып тисе бастайды. Осы кезде Ной жүгіріп келіп жейсен деген сарыны өлтіріп тұрып сабайды. Осы келеңсіз жайттан соң директордың орынбасары әрі Клэйрдің құрбысы Вика бұзық жігітке қатысты барлық құжаттарды көтереді. Белгілі болғандай Ной бұған дейінгі мектептен бұзақылық үшін қуылған екен. Бірақ Ной оған бұл іске араласпауын ескертіп, оны балағаттайды. Оған ашуланған Вика оны кабинетінен қуып шығады. Бұл күні мектепте би кеші болып жатады. Бір кезде Клэйрға ерлер дәретханасында су ағып жатыр деген хабар жетеді. Ол жүгіріп барса дәретхананың қабырғасына мен мұғалім Клэйрді басып жібердім деген жазу тұрады. Осы кезде оған Ной келіп, құшақтап, тағы да бірге жатайық дейді. Бірақ та әйел екі бұттың арасынан әдемілеп тұрып тебеді. Бұдан кейін жігіт екі бүктеліп қалады. Клэйр оған қабырғадағы жазудан қорықпайтынын айтады. Оған ешкім сенбейді дейді. Осыдан кейін ол отбасынан аулақ жүруін ескертеді. Келесі күні Клэйр өз кабинетіне кіріп келсе, Ноймен бірге аймаласқан сәттерінің фотолары шашылып жатады. Абырой болғанда оқушылар сыныпқа кірместен бұрын олардың барлығын жинап алады. Сабақтан кейін Кейвенді әкесі күтіп алады және машинаның рөліне отыруға рұқсат береді. Жол жөнекей Кейвен тағы да әкесімен ұрсысып, машинаның жылдамдығын арттырады. Әкесі тоқта дегенімен ол жынданып айдай түседі. Бір кезде машинаның тежегіші істен шығады. Олар енді болмағанда жолдан ұшып кетер еді, бірақ Кейвен апаттық тежегішті қосып үлгереді. Осыдан кейін ол жылап, әкесінен барлығы үшін кешірім сұрайды. Үйіне келген Клэйр ұлы мен күйеуін көріп қуанып қалады. Бірақ жандарында Нойдың отырғанын көргенде қабағы қатулана қалады. Ас бөлмеге Клэйрдің артынан келген Ной оны видеоға түсіріп алғанын айтып, тағы да бір-екі рет аймаласайық деп бопсалай бастайды. Клэйр әдеттегідей оны ат қораға қарай сілтейді. Келесі күні Клэйр болған жайттың барлығын құрбысы Викаға айтып береді. Осылайша екеуі оның түсіріп алған видеосын тауып, құртуды жоспарлайды. Клэйрдің көлігіне мінген Вики Нойды алдап, қаладан кетіп бара жатқан түр жасайды. Бұл кезде Клэйр оның үйіне кіріп, видеоны іздейді.
Бірақ жолда Ной бұл алдамшы екенін біліп қояды да үйіне асығады. Нойдың үйіне кірген Клэр өзінің көптеген фотоларын тауып алады. Белгілі болғандай ол бұлардың отбасын көптен бері аңдып жүр екен. Тіптен түнде үйлеріне кірген кезі болған. Әйел жігіттің компьютерін ашып, ондағы барлық суреттер мен видеоларды өшіріп тастайды. Сондай-ақ Нойдың автокөлік тежегіштерін істен шығару бойынша көптеген мәліметтер жинағанын көреді. Осылайша оның үйінен сәтті шығып кетеді. Бұл кезде Ной Викидің үйіне кіріп, оны басынан ұрып талдырады. Кейін ол Кейвенге қоңырау шалып, Викидің раншосында тракторын жөндеп жатқанын айтып, сол жерге көмекке әкесі екеуі келуін өтінеді. Клэр де бос жүрмейді. Нойдың өткен өмірін қазбалап, оның әкесі көлік апатынан қайтыс болғанын анықтайды. Оның көлігінің тежегіші істен шыққан екен. Ол әкесінің өліміне Нойдың тікелей қатысы барына 100% сенімді. Бір кезде Ной оған раншоға кел деп звондайды. Клэр келгенде Викидің тамағын пышақпен орып жіберіпті. Қорқып кеткен әйел жүгіріп шығып, полицияға қоңырау шалмақ болады. Бірақ бұл сәтте оны Ной ұстап алады. Жас жігіт оған тек жақсылық жасағысы келгенін және оны жаман адамдардан арашаламақ ойы болғанын айтады. Айтуынша, нағыз жігіттер солай жасайды. Ал өз әкесін анасының көзіне шөп салғаны үшін өлтірген. Бұдан кейін Ной әйелді ұлы мен күйеуі байлаулы тұрған қораға алып келеді. Ной Кейвенді тірі қалдырғысы келген, бірақ ол әкесі сияқты болғандықтан оның да көзін құртуға тура келетінін айтады. Бірақ Клэр онымен келіспейді. Осылайша нағыз қан-жоса төбелес басталып кетеді. Төбелес барысында Гарретке оқ тиіп жараланады. Ал Клэр Нойдың көзіне ұлының екпесін бірақ тығады. Одан кейін оның үстіне трактордың моторын құлатады. Өстіп оны шелпек қылып тастайды. Соңында Клэр ұлы екеуі жаралы Гарретті қорадан аман алып шығады. Бұдан кейін бәрі бірге ауруханаға аттанады. Киноның соңы. Достар, арнамызға лайк басып, жазыла отырыңыздар.